Сәлем. Кейбір адамдар айтады, табысты болу үшін сенде талант болу керек деп. Табысты, яғни орысша айтқанда успешный болу үшін сенде талант болу керек. Ол шын мәнінде де солай ма? Байқасаңдар, кейбір адамдар біреулер туралы айтып жатады. Ой, ана жігітте талант бар, оның жолы болды деп. Осы сөздің мәнін ұғып қарасаң, ол сол адамда басқа адамдарда жоқ бір ерекше қабілеті бар адам ұқсап естіледі. Олай айтуға болмайды. Менде талант жоқ деп өзіңді шектеп ақтауға да болмайды. Тарихта да, қазіргі таңда да сіздерге талант жай ғана сөз екенін дәлелдейтін адамдар көп. Я, шынымен көп, тек интернетке кіріп іздесеңіз ғана болды. Мен талантқа сенбеймін. Мен еңбекке сенемін. Сен бұл өмірде кез келген саланы таңдап, сол салада жетістікке жете аласың. Актер болғың келе ма? Повар, пианист, баскетболист, может режиссер. Тек таңда да істе. Оңай сияқты естіледі, бірақ өзіңе ұнамайтын жұмыста отқанша, өзіңнің бақытыңа деген бірінші қадамыңды бастаған артық. Ал сол жолды бастаған кезде адамдар сенің жаныңа тиетін қатты сөздер айтады. Қарсы болады, кедергілер жасайды, бағытыңды түсінбеуі мүмкін. Дұрыс, олар саған солай көмектеседі. Сені сынайды, сені қатайтады, сені мықты қылады. Қалай болғанда да, сыншылар әлемдегі ең керемет істі жасап жатыр. Олар болашақ жұлдыздарды, чемпиондарды, профессионалдарды дайындайды. Олар мықты адамдардың мектебі. Профессионал деген кім? Ол белгілі бір саланы жоғарғы дәрежеде білу үшін көптеген қателіктер жасап, белгілі бір қиыншылықтардан өткен адам. Табысқа жеткің келе ма? Сені де сол сынақтар күтіп тұр. Сен де қателесесің. Сен де қиналасың, құлайсың. Бірақ бала кезіңде жүріп үйрену үшін 1000 рет құлап, 1000 рет тұрған жоқсың ба? Ал қазірше? Мүмкін қорқыныш бар шығар. Мүмкін басыңда түрлі қорқынышты ойлар бар шығар. Қанша қорқсаң да, қанша рет қолың дірілдеп жатса да баста. Анауым жоқ, мынауым жоқ дегенше қолда бар нәрселермен баста. Я, қателесесің. Бәрі қателеседі. Қиыншылықтар бұл өмірдің құрамында бар нәрсе. Олардан қашудың мәні жоқ. Оларды қарсы алу керек. Қаншалықты көп қателесесіз, соншалықты көп сабақ аласыз. Қаншалықты көп сабақ аласыз, соншалықты мақсатыңызға, арманыңызға жақындайсыз. Білем, болашақ туралы ойлар кейде қорқытады. Кейде күмән салады. Бірақ өзіңе сен. Сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан, Актауын толық үшін.